Демек, бұл жердегі мақсат ұнау керек. Жігіт қызды ұнату керек, қыз балада жігітті ұнату керек. Өткен Құран кәрімде «Фанкиху ма тоба лакум минан ниса» дейді. Өздеріңе ұнаған қыз балаға үйлен деп жатыр. Тоба деген сөздің мағынасы ұнау керек. Алла разы болсын дегенді қоя тұрыңдар, сондай бір қыз екен, Алла разы болсын бір алай берейін. Олай болмайды. Ертең ыстығы басылып, уақыт өткен кезде сен жылатасың ол қыз баланы. Олай болмайды. Алла разы болсын дегенде сәл қоя тұрайық. Алла разы бола ма саған, болмай ма, сен оған кіріспе. Яғни сен мына қызды алсаң, Алла саған разы болады деген әңгіме жоқ ол жерде. Ол сен өзіңнің сөзің. Алла разы болсын мен осы қызға үйленемін дейді. Саған кім айтты сен сол қызға үйленсең Алла саған разы болады деген? Кім айтты саған ол әңгімені? Сен өзің айтып